Hello, how are you? Open your book, page 101. Language Focus 1, second conditional. Сәлем құрметті оқушы, 101-ші беттегі second conditional жайлы өтетін боламыз. Ол дегеніміз, second conditional ол болмайды, нереальный іс-әрекет жайлы айтқанда, өткен шақта, бірақта. Мысалы, түсіндіретін болсам, егер мен сенің орнында болсам, мен осындай іс-әрекет жасаушы едім деген секілді. Оның орнында болмайды ол ешқашан. Сондай ойды жеткізгім келген кезде осындай second conditional мен сөйлейтін боламыз. Ол қалай жасалынады? Мына жерде if I were you, егер мен сен болсам, дейді, сенің орнында болсам, I would wear a different dress. Мен әртүрлі көйлектер киер едім, дейді. If I didn't, болымсыз сөйлем. If I didn't buy the latest clothes, егер мен соңғы үлгідегі модадағы киімді алмайтын болсам, сатып алмайтын болсам, I wouldn't be popular. Мен осындай әйгілі болмас едім, дейді, қазіргідей, дейді. Сонда қалай жасалынады екен? We use if plus past simple and would plus infinitive to form the second conditional. Екінші шартты сөйлемді жасау үшін біз if-тің жанына өткен шақты қоямыз. Екінші жай сөйлем, бұл екі сөйлемнен тұрады. Second conditional дегеніміз үтір арқылы бөлінеді. Екінші сөйлеміміз бізде would пен жүретін болады. Would infinitive. Infinitive дегеніміз verb one, етістік бірінші формада тұрады. Бірінші сөйлемге келетін болсақ, міне if I were деп тұр. If-тің жанындағы етістік бізде past simple болып тұр. Үтір you'дан кейін. Одан екінші сөйлем, жай сөйлем басталып тұр. I would тұр, міне сөйлемдегі біздің ережедегі would. Одан кейін were тұр. Verb one-да тұр, етістігіміз бірінші формасында тұр. I would wear деп тұр. Болымсыз сөйлемі did болса didn't, past simple-да тұр. Келесі would болса wouldn't болады. Wouldn't be popular. Ол өткен шақта айтылатын сөйлем бұл. Түсінікті ме, балалар? Түсінікті деп ойлаймын. Екінші тапсырма бізде сөзді, дұрыс сөздерді таңдаймыз. Таңдап қойдым. Бірінші сөйлем жасалынып тұр. Екінші сөйлем қарайтын болсақ, if I didn't like the latest fashion, егер маған соңғы мода ұнамайтын болса, дейді, ұнамайды, дейді, маған соңғы үлгідегі мода ұнамайды, дейді. I ұнамайтын болса, егер I wouldn't wear it. Мен мұнаны кимес едім, дейді. Бұл маған ұнамайтын болса, мен бұны кимес едім, дейді. Үшінші сөйлем. My parents wouldn't like it. Менің ата-анам ұнамас еді, дейді, ұнамас еді. Егер, if, дейді, егер I wore tight jeans. Мен қысып тұратын тар джинсиді кимес едім, дейді. Менің ата-анама ұнамас еді, егер мен тар джинсы киіп алсам, дейді. Келесі төртінші. I would tell my friend. Мен досыма айтар едім, дейді. Егер, дейді, something didn't suit her. Егер бір нәрсе оған жараспай тұрса, дейді. Менің досыма бір нәрсе жараспайтын болса, дейді, мен оған айтамын, дейді. Бесінші сөйлем. If someone won't go to the party in the same clothes, егер біреуге осындай кешке осындай көйлекпен баратын болса, дейді, менікі секілді көйлек киетін болса, I would feel embarrassed. Мен өзімді жаман сезінер едім, дейді. Алтыншы сөйлем. I wouldn't buy my clothes online. Мен өзімнің киімдерімді онлайнда сатып алмас едім, дейді. Егер if
There were fashionable shops where I live. Менің тұрып жатқан жерімде сондай модный магазиндар болғанда дейді. Келесі үшінші тапсырма бізде сөйлемді жасаймыз. If-пен жаңағы мен жасап қойдым барлығын. Келесі төртінші тапсырмада өзін таңдайсың. If I lost my jacket, егер мен курткамды жоғалтып алсам дейді, мен B'ді таңдадым. My parents wouldn't say anything. Менің ата-анам ешнәрсе айтпаушы еді. Келесі, if it was my birthday this month, егер осы айда менің туған күнім болғанда дейді, мен таңдадым. I'd ask for the latest tablet or smartphone. Мен ата-анамнан смартфон немесе кішкентай соңғы үлгідегі планшет сұраушы едім дейді. Келесі үшіншісі. If I borrowed something from my brother, sister, friend without asking, егер мен досымнан, бауырымнан, қарындасымнан бір нәрсе сұрағым алатын болсам дейді, сұрамай-ақ рұқсатсыз алып алатын болсам, не істеуші едім? It wouldn't be a problem. Ол проблема болмас еді. They do it to me all the time. Олар мен ылғи да осылай істеймін дейді. Олар маған еш нәрсе істемейді, өйткені мен осылай ылғи істеп тұрамын деп. Өздерін таңдайсыңдар, өздеріне ыңғайлы жауапты. Келесі бесінші жаттығуда compare your quiz answers with your partner. Өзінің досыңмен салыстыр дейді. If it was my birthday this month, егер осы айда мен туған күнім болғанда, I would ask for the tablet or smartphone. Мен жаңағы смартфон сұраушы едім. My parents would buy presents for me. Мен ата-анам маған сыйлықтар сатып алады. If I got 10 points in every subject every day. Егер мен күнде сабақтан 10 балл алатын болсам. If I borrow something from my brother, егер мен өзім ағамнан бір нәрсе алатын болсам, I would give it back and say thanks for him. Бірнеге алатын болсам, мен оған қайтарып беруші едім, және де рахметімді айтар едім. And дегені мына жер әңгі болып қапты. And. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.